үстінде Қарақалпақ халқы жүдә көп қадіриyaтларын қайта тіклеу имканиятына ие болды. Әділдік һәм теңлік, азатлық һәм еркінлік үшін күрескен, Ерназар Алакөз құсаған халық қаһарманларының арзу арманлары Тарихи дәреклерде жазылуынша, Қарақалпақ халқы 9-ші әсірлерде халық болып қалыптесе бастаған. Ал оның мемлекеттік түзімге ие болуы 10-ші әсірлерден бастап көріне бастайды. Өз заманына лайық мемлекеттік нышанлары, өз шекарасы, туы һәм тамғалары болған. Лекін халықтың бұл мемлекеттік түзімлері әр қилы жаугершіліктер себепті тарқалып кеткен. 18-ші әсірдің ақыры һәм 19-ші әсірдің бастарында Қарақалпақ халқының мемлекетшілігін қайта тіклеу үшін ат салысқан белгілі халық батырлары ұлы үмітлер жолында өз өмірлерін бағышлаған Маман би, Қарақалпақ хандығын түзу ниетінде құрбан болған Айдос би һәм милли азатлық күресінің қаһарманы Ерназар билер еді. Ерназар Алакөз 1806 жыл туылған, 1856 жылы қазаланған. Ерназар Алакөз туралы айтқан уақытында біз соны айтуымыз керек. Қарақалпақ халқы көп заманлардан бері, әтте біздің эрамыздың 10-ші әсірлерінен бері өз мемлекеттілігіне ие болған халық. Оның ата-бабаларының жайлаған жері, өзінің халық болып қалыптасқан жері, әзірге жасап атқан территориясы. Әмударияның бойы, Арал менен Әмудария, Жаңадария сол ортада жасап, халық болып, мемлекет болып жасаған халық. Ол дәуірлерде, мәселен, Қарақалпақлармен бірге Сырдарияның бойы, Әмударияның бойларында тұратын қазақтар, өзбеклер, арал өзбеклер дейді, түркменлер, осылардың әммесі бірігіп, 1855 жылы үлкен көтеріліс болады. Бұларға әммесіне басшылық қылған қолдаулы Ерназар Алакөз деген, өзінің мемлекеттілігі үшін, азатлығы үшін жүдә үлкен күрес алып, сол азатлықты орнатады. Ноябрь айында 1855 жылы, ноябрь айында сол ханлық өзін жариялайды. Зарлыққан хан болады. Көтерілістің басында Қарақұм Ишанам тұрады. Соның несіменен, басшылығыменен Қарақалпақлардың ол уақытта 60 би болады екен. 60 бидің уәдесін алып, әммесіне бір алманы 60-ға бөліп, беріп антын алған. Өлімінің ақырына дейін көрескені үшін, халықтың азатлығы үшін, мемлекетшілігі үшін, оны халқымыз жүдә
suyup ıhlasıменен әңгіме қылады өзінің батыры туралы. Бірақ Ерназар Алагөз туралы кітаплар, шығармалар көп замандан бері жазылып жатырған. Мырзағали Дәрібаев деген повесть жазды Ерназар Алагөз туралы, мыңлардың бірі деген. Бердақтың Ерназар би деген, осыған білесіздер, сондай мақтайды ол. Бүгінгі күні Ерназар Алагөз туралы Өзбекстанның жаңа тарихы шықты 3 томды. 10 томлық энциклопедия шықты Өзбекстанның. Сол энциклопедияда да Ерназар Алагөз туралы жүде жақсы айтылған. Өткен жылы Ерназар Алагөздің туылғанына 200 жылдық. Тойладық 200 жылдығын. Сонда мен мынадай кітапша шығардым. 19 ғасырда қаралпақлардың мәмлекетлігін тікілеген қаһарман деген. Соның үшінде біз ойлаймыз, Ерназар Алагөздің қаһармандығын, азатлық үшін істеген күресін пропагандалау әрбір интеллигенцияның вазифасы деп ойлаймын. Бүткіл Қарақалпақ билеріне басшылық еткен Айдос баба Қарақалпақ мәмлекетшілігін тікілеу жолында өз өмірін бағышлаған ұлы тұлғалардың бірі. Бізге дейін жетіп келген әпсаналар бойынша ол Қарақалпақ халқының бірлігі һәм мәмлекетлік түзімі үшін өзінің туысқан інілері Бегіс һәм Мыржықты құрбан етеді. Осындай алдаушылық кесірінен кейінінде өзінің де өмірі беймезгіл паянына жетеді. Ау ағасы, құрал саймаларыңызды ұмытып бара тұрсыз ғой. Айдос ағамның алдына мына құрал саймалар менен барғаным ұят болар. Қалай берсін? Мен тезде келермін. Мыржық сол кетістен қайтып айланбады. Қайғылы хабардан кейін бұл сұмдықтың ізі және де Насырға шаппау үшін жетіп қалған 4 жасар Ерназарды алып, өз туысқандарының әтрапында паналап күн кешіреді. Ерназар Ерназардың ер жүректілігі, батырлығы һәм палуанлығы әдемі-ақ бүткіл Қарақалпақ һәм Хорезм жұртына мәлім болды. Ол қан палуанын һәм қан палуанын жеңген басқа да атақлы палуанларды да жығып, ел аузында әпсанауи батырға айланды.
19 әсірдің ақырында Хиуа ханлығының деспотизмі, Хорезм һәм Қарақалпақ елінде жасаушы өзбек, Қарақалпақ, түрікмен һәм қазақтардың қатты наризалығын пайда етті. Сол дәуірдегі Хиуа ханлығының үзліксіз давам еткен басып алушылық, жаугершілік сиясаты өз халқының тұрмыс шариатын қиынластырды. Әскерлерді атланысқа таярлау һәм оларды сақлау үшін халықтан есапсыз түрде әр қилы салғыртлар еріксіз тартып алынды. Міне осы ауыр тұрмыс 1855-56 жылдардағы халық азатлық күресінің келіп шығуына себепші болды. Оған араллы өзбеклер, қарақалпақлар, түрікменлер һәм қазақтар теңдей қатынасты. Ерназар Алакөз халық азатлығы үшін Қарақалпақтың 60 биін жиып мәслихат құрды. Оның анты спатында бір алманы 60-ға бөліп жеп, серт айтысты. Дүнияда, батырда, әпуайы пақыр бұқарада ешқашан ұрысты қалемейді. Лекін елім деген әр бір азамат елі үшін туылып, елі үшін өледі. Құмар анадай мәрт анадан туылған Ерназар да ел басына күн туса, етігі менен су кешпей тұра алмас еді. Анасынан ақ патия алып, ата-бабасынан беліне мәдет тілеген батыр елі үшін савашқа атланды. Оны бұл қауетерлі сапарға күзетіп қалған анасы һәм опадар яры азаматтың жеңіспенен қайтуына ұдайы тілектес болды. 19 әсірдің тарихынан белгілі орын иелеген 1855-56 жылдардағы Ерназар Алакөз басқарған халық азатлық күресі өз көздеген мақсатына ерісті. Қарақалпақ мемлекеттілігі қайта тікленіп, зарлық төре хан сайланды. Ерназар Алакөз бас уәзир болды.
Ерназар Алакөздің келлесі Хиуа ханына сауға етілген еді. Хан оның анасын һәм келіншегін сарайға алдырды. Лекін алдаушылық құрбаны болған ері Мыршықтың өлімін сабырлықпенен қабыл еткен құмар ана шейіт кеткен перзентін түсінді де мәртілікпенен шыдам берді. Келінін де ұсындай қайсарлыққа үйретті. Көз жасын қанлыққа һәм қалыққа көрсетпей, жазмыш інәм еткен бұл қатыл сынақты қаддін бүкпей қарсы алды. Ерназар Алакөздің зүрриятын аман сақлап қалу құмар ана менен келіннің мойнындағы ұлы аналық һәм инсанилық парыз еді. Олар нәрестені от ішінен аман алып шығып, төңкерулі қазан астына жасырады. Ерназардың 4 жасар уақытында басына түскен күн ұлы Мәмбетназардың тағдирінде 9 айлық уақытында тәкрарланады. Нәтижеде батырдың зүррияты сақлап қалынды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін біздің елге, халыққа тарих болып, даңқ болып атырған Алакөз бабамыздың Құдайым рухлары шат болғай, жайы жәннетте болғай. Осы бабадан қалып тұрған мен ақлық келді мен. Осы бабаның шейіт өткен бабамыздың қайтыс болғанында 9 айлық қазанның астында бастырылып қалған жалғыз бір баладан біздер қазір өсіп өніп, үрімпітағы көбейіп, 200-300 қожалыққа жақын үрімпітағы бар қазір бабаның. Жалғыз бір құттай 9 айлық баладан қалған әулет. Анамыз құмар аналық хақиқаттан да батыр ана болған адам. Себебі ұсындай батырды тәрбиелеп, ұсындай батырды камалға келтіріп, сондай қылып сақлаған ана, ол тегін ана емес, батыр ана, ақыллы ана, дана ана ол. Анамыздың еткен минетлері, тәрбиелағаны босқа кетпей, осы бабамыз, осы дәрежеде халқымыздың аузында тарих, еледе тарих болып давам ете береді. Менің өзімнің ерім, осы бабаның ақлығы Асқар деген адам жылайтығын өді айтып. Әй, бабам әй, Құда қалесе, еле сенің минетің босқа кетпес. Еле сені халқың хүрментілер, азмас шыдай, еле бір уақыты келер дейтіғын еді. Уақыты келді, басына әне жақсылап, белгілеп, үкімет жай салды. Ел басшымыз, мына мұстақылыққа шыққаннан бері, Ислам Каримовтың баба жөнінде де, басқа ұсындай елге халыққа қызмет еткен басшылар жөнінде де етіп атқан хүрменті өз алдына. Рахмет бүксігі мәңгіге жасасын, аман болсын, еліміздің, халқымыздың бақытына сау болсын Құдайым. Бұл бабамыздан ұллар да болған, қызлар да болған, бабамыздың бір Қожеке деген баласы өзінің сондай кеулі бітеді екен. Осы атты шауып баратырғанда қара мылтықты шауып баратырып оқылайды екен дейді ғой жаңағы бала, жаңағы жігіт. Қожекенің хаялы Бибіраба деген анамызды өзінің жақын ағайыны Оразаталық деген кісі алады екен әйелдікке. Сондай ақылlı, сондай дана аял болып шығар. Со Бибіраба анамыз, біздің қайнатамыз 9 айлық бала қазанның астында қалған баланы өзі со ана кісінің үйіне барғаннан кейін қайтып келіп соны әкеткен дейді. Мен өзім сақлайман, өзім тәрбиелайман деп. Сөйтіп со Бибіраба анасының қолында 18 жасқа дейін біздің қайнатамыз Асқардың әкесі со кісінің тәрбиесінде болған. Бұл бір біздің бабамыз емес, бүтін Қарақалпақтың бабасы, бүтін Қарақалпақтың атасы. Қарақалпаққа со жыллары, со қиыншылықта, со кемтаршылықта теңлікті әперемен, халқымды қорғайман деген баба әлбетте бұл һәмме хүрментлейді деп ойлайман.
Өтмішсіз келешек жоқ. Өтмішін қадірлемеген халықтың келешегі болмайды деген еді ұлы президентіміз Ислам Каримов. Қарақалпақ халқының милли батыры Ерназар Алакөздің туылғанына 200 жылдан асып баратыр. Халық оның хүрметін жайына қойып, туылған ауылына белгі қойды. Оны батырдың үрім пытақлары һәм бүткіл Қарақалпақ халқы тез-тез зиярат етіп тұрады. Бабамыз Ерназар Алакөз өз халқының азатлығын бүгінгідей еркін тұрмысын әрман еткен еді. Ол жетпеген бұл жақты күнлерді көру бүгін сіз бенен бізге несіп еткеніне қуанышлымыз, әдулі халқым.